Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін сіздермен наурыз ұбт-да келіп жатқан математикалық сауаттылықтан кейбір есептерді талдайтын боламыз. Алғашқы есебіміз: Алмат 66 шыны ыдыс, ал Марат 65 шыны ыдыс жасады. Алмат Маратқа қарағанда 2 шыны ыдыс кем жасап, бір күн кеш бітірсе, онда екеуінің бір күнде жасаған шыны ыдыстарының санын табыңыз дейді. Демек, бұл есепті шығару үшін алдымен берілген сандарды жазып алайық. Қараңыздар, 66 деген санымыз бар және 65 деген санымыз бар. Бұл есепті жауаппен жұмыс істейік десек, жауапта сандардың қосындысы берілген. Егер сандардың қосындысы беріліп жатса, онда біз оны жауаппен жұмыс істей алмаймыз. Сондықтан да біз қараймыз, олар бір күнде қанша ыдыс дайындайды деген сұраққа жауап іздейікші. Демек, бір күнде қанша ыдыс дайындайды деген сұраққа жауап іздеу үшін, мынау 66 мен 65 деген сандарымыз қандай сандарға бөлінеді дейміз. Мысалы, 65 деген санымыз ол мәлім болып тұр, 5-ке бөлінетін, иә? Демек, 65-ті мен 5-ке бөлетін болсам, 13 шығады. Демек, 66 деген саным ол 6-ға бөлінетіні көрініп тұр. Демек, қанша шығады екен менде? 11 шығады екен. Енді қараңыздар, егер мен бір күнде мына есепте 65 дегеніміз бізде Марат қой. Марат 13 шығаратын болса, ал Алматымыз бізде 11 шыны ыдыс дайындайтын болса, онда 13-тен азайтам 11-ді. Сонда менде 2 ыдыс шығады айырымы. Енді біз айтты ғой, Алмат Маратқа қарағанда 2 шыны ыдыс кем жасайды деді. Және бір күн кеш бітіреді деді. Демек, қарасаңыздар, Алмат егер 6 күн жасаса, Марат оны 5 күнде жасайды. Демек, олардың тағы да бір күн разницасы шығады екен. Сонда менде Алмат бір күнде 11 жасайды, ал Марат бір күнде 13 жасайды. Сонда олардың қосындысы бізде 24 шыны болады екен. Келесі: жаяу жүргізуші 2,5 километр жол жүргенде оған 4 сағат уақыт жұмсады. Ал егер ол тағы да 0,5 километр артық жүрсе, берілген жолда қанша сағатта жүріп өтеді дейді. Демек, алдымен біз жылдамдықты табуымыз керек. Демек, v-ны табу үшін 2,5-ды бөлемін 4-ке. Сонда менде 0,625 километр сағат деген жылдамдық шығады екен. Енді оның жолы, яғни S1 2,5 еді. Демек, S2 оған тағы да қосылып жатыр 0,5. Демек, 2,5-ке қосатын болсам 0,5-ті, сонда сәйкесінше 3 километр шығады екен. Енді осы 3 километрге қанша уақыт кетеді деп сұрап жатыр менде. Сонда 3 километрге қанша уақыт кетеді десе, онда сәйкесінше мен Т уақытты табу үшін, яғни бөлемін, жолды бөлемін жылдамдыққа 0,625-ке. Сонда менде 4,8 сағат деген шығады екен. 4,8 сағат деген жауап жоқ. Сондықтан да 4 сағат плюс 18 минут деп айтам. Демек, минутты сағатқа айналдыру үшін мен 60-қа бұны тағы да көбейте салайын. Сонда 18-ді көбейте салсам 60-қа, онда бізде 60 пен 10 қысқарады, мұна жерде 6 қалады. 6-ны 8-ге көбейтетін болсам 48 шығады екен. Демек, ол деген сөз 4 сағат 48 минут деген сөз екен ғой. Демек, бұл бізде С нұсқасында дұрыс көрсетілген. Келесі: жаңа логикалық амал. Мұндағы қарап отыратын болсақ, логикалық амалда 49А ол 7-ге тең екен, 27Б ол бізде 3-ке тең екен, сұрап жатыр 64А жақшаның сыртында Б ол неге тең деп. Енді сәйкесінше А деген ол демек қандай да бір амалды білдіреді. Өйткені ол жаңа логикалық амал ғой. Демек, ойланамыз, 7-ден қалай 49-ды алам? Яғни ол 7-ның квадраты. Ал енді керісінше қалай 49-дан 7-ні алам? Демек, оны мен екінші дәрежелі түбірдің астынан шығаруым керек. Сонда менде бұл болады 7-ге. Сонда А деп отқан амалымыз ол квадрат түбір екен. Не жерге 2-ні жазып қоя салайын, түсінікті болу үшін. Ал енді қараңыздар, Б-ны табу үшін менде ойланам, 3-тен қалай 27 шығара алам? Өйткені ол 3-тің кубы, дұрыс па? Ал енді 27 қалай 3 болады дейтін болсақ, онда Б дегеніміз ол бізде 3-ші дәрежелі түбір деген сөз екен ғой. Енді 64-ті ары қарай жалғастыратын болсақ, қараңыздар, 64 А қасында болса, 2-ші дәрежелі түбірге кіргізем. Сонда одан 8 шығады. И оның қасында Б пайда болады. Демек, Б-дан құтылу үшін 3-ші дәрежелі түбірдің астына 8-ді кіргізем. Одан 2 шығады. Демек, менің өрнегімнің жауабы 2-ге тең екен. Келесі: мұғалім 12 қыздан 3 қызды және 7 ұлдан 4 ұлды таңдап алу керек, және оның неше әдісі бар дейді. Демек, бұл бізде теру. Демек, сразу 12-ден 3-ті теріп аламыз.
12-ден 3-ті теріп алатын болсақ, онда 12 факториал, астында 3 факториал көбейтілген, бізде 12 азайтылған, 12 азайтылған 3 факториал болады. 3 факториал, сонда бізде 12 факториал, 3 факториал және 9 факториалға тең. Сонда 12 факториалды 9 факториал көбейтілген 10, көбейтілген 11, көбейтілген 12 деймін. Ал астында 9 факториал 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3 дейміз. Сонда 9 факториал мен 9 факториал қысқарады. 1, 2, 3-ті көбейтсем 6, ол 12 мен қысқарады да, мұнда 2 қалады. Сонда 10, 11, 2-ні көбейтсем 220 шығады. Сәйкесінше келесі S7-ден 4-ті таңдап аламыз. Онда бізде 7 факториал, астында 4 факториал және 7 азайту 4 факториал шығады. Демек, бұл бізде 7 факториал, астында 4 факториал және 3 факториалды береді екен. Сонда мен 4 факториал, 7 факториал көбейту 5, көбейту 6, көбейту 7 деп алам. Ал астында 4 факториал, көбейту 1, көбейту 2, көбейту 3. 4 пен 4 қысқарады, 1, 2, 3-ті көбейтсем 6-ға тең болады. Сонда 5-ке 7-ні көбейтетін болсам, тең болады 35-ке. Сәйкесінше менен шыққан 220 мен көбейтемін 35-ті. Себебі, бізде общий табу үшін, яғни барлығын табу үшін, S12-ден 3-ті көбейтуім керек S7-ден 4-ке. Яғни 220-ны 35-ке көбейтсем, 7700 деген сан шығады екен. Демек, бұл бізде А нұсқасында дұрыс екен. Келесі. Ең кіші 5 таңбалы натурал саннан ең үлкен 4 таңбалы натурал санды азайтсақ дейді. Демек, ең кіші 5 таңбалы натурал сан дегеніміз 10.000 деген сөз. Ал ең үлкен 4 таңбалы натурал сан дегеніміз 999 деген сөз. Оларды азайтатын болса, 9999 деген сөз. Енді оларды бір-бірінен азайтатын болсақ, бізде 1 қалады екен. А деген жауапта дұрыс екен. Келесі. Бірінші жұмысшы жұмысты өзі жалғыз 9 сағатта аяқтайды, ал екінші жұмысшы сол жұмысты 18 сағатта аяқтайды дейді. Егер екеуі бірігіп істесе, сол жұмысты неше сағатта аяқтайды дейді. Бұл бірлескен жұмыс бізде 1 бөлінген x қосылған 1 бөлінген y тең болады 1 бөлінген t-ға. Сәйкесінше x дегеніміз ол 9, өйткені бірінші жұмысшы, плюс y дегеніміз 18, ол бізде екінші жұмысшы. Біз табуымыз керек бірге істейтін уақыт t-ны. Ол үшін ортақ бөлім береміз. Ортақ бөлім бізде 18, мынаған 2-ден, мынаған 1-ден тиеді. Жазамыз. 18 үстінде 2 қосылған 1 тең болады 1 бөлінген t-ға. Сәйкесінше 3 бөлінген 18 ол болады бізде 1 бөлінген t-ға. Қысқартып жіберейік. Сонда 6-дан 1 тең болады t-дан 1-ге. Ал сәйкесінше t дегеніміз 6-ға тең екен. Демек, екеуі жабылып бірге істейтін болса, онда 6 сағатта аяқтайды екен. Келесі есебіміз. Сағат тілінің 5 минутқа жылжыса, яғни сағаттың тілі 5 минутқа жылжыса, онда ол қанша градус болады дейді. Қараңыздар. Бізде жалпы сағат бұл дөңгелек тәрізді, шеңбер деп алайық. Оның градустық өлшемі бізде 360 градус, өйткені толық қой. Енді оны біз сағаттағы сандармен бөлетін болсақ, қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6 санға бөлетін болсақ, демек ол 12 бөлікке бөлінді деген сөз да. Сонда мен 360-ты бірінші 12-ке бөлем. Сонда ол қанша градус болады екен? 30 градус. Демек, әрбір сағаттың арасы, яғни цифрдың арасы 30 градустан. Енді елестетіңіздерші, 5 минут өтті десе, яғни сағат қазір 5 минут өтті десе, онда минуттық тіл бізде, немесе сағаттық тіл, ол минуттық тіл бізде 12-ден 1-ге қарап көшті деген сөз ғой. Сонда ол қанша градус басып өтті? 30 градус қана басып өтеді екен. 5 минутта 30 градус қана жылжиды. Ал егер 10 минутта десе, демек сәйкесінше 60, 20 минутта дейтін болса, демек сәйкесінше қанша болады? 120 градус болады екен. Келесі. Алмастың телефон нөмірі берілген, ол жерде мына бір жерлерде құпия болып тұр. Көрдіңіздер ме? Белгісіз болып тұр да. Енді Алмас өзі айтып жатыр дейді. Оның алғашқы 3 цифры қандай да бір натурал санның 3-ші дәрежесі дейді. Ал қалған 4 цифры 2 натурал санның 2-ші дәрежесіне тең дейді. Демек, қандай да бір 2 натурал санның 2-ші дәрежесіне тең. Алмастың телефон нөмірін табыңыз дейді. Демек, Алмастың телефон нөмірі 777 жазып қояйық. Демек, бірінші 3 цифры қандай да бір натурал санның 3-ші дәрежесі. Так, 121 болмайды. Неге? Өйткені ол 11-дің квадраты. Бізге несі керек? Кубы керек, яғни кубы. Онда мен 125 деген санды алам. Келесі 7, 7, 7, 216 деген санды алам, 6-ның кубы. Келесі 7, 7, 7,
және 343-ті алудан. Демек бұл бізде 7-нің кубы. Енді сәйкесінше келесі сандарды квадрат дейтін болсақ, 56 ол ешқандай санның квадраты емес. Сондықтан да 56 кетті. Келесі 36 дегеніміз ол қандай да бір санның квадраты. Алсақ болады. Одан кейін келесіде де 36 екен, қандай да бір санның квадраты. Алсақ болады. Келесі 25, ол да қандай да бір санның квадраты екен. Демек оны алуға болады. Келесі бізде 49, ол қандай да бір санның несі? Квадраты. 7-нің квадраты ғой. Ал енді келесі қарап отырсаңыздар 45, ол келмейді. Неге? Өйткені ол ешқандай санның квадраты емес. Осы жерде біз мына жерде 45 деп жазатын болсақ, бұл алмастың нөмірі емес. Яғни С нұсқасы да келмейді. Келесі 27 деген санымызда ол ешқандай санның квадраты емес. Демек алмастың нөмірі мынау да емес. Мінекей сіздерге алмастың нөмірі. Алыңыздар да енді звондап көрсеңіздер болады. Демек біздің жауабымыз Б нұсқасында дұрыс көрсетілген екен. Келесі. Сыныпта 35 бала бар, олардың 25-і ағылшын тілін, 15-і орыс тілін біледі. Бұл сыныпта осы екі тілді де білетін бала саны қанша дейді. Демек бұл бізде әйлер мен дөңгелектері ғой. Демек мынау А жиыны болса, мынау Б жиыны. Демек пи дегеніміз барлығы 35-ке тең. Демек мұнда 25 болатын болса, мұнда 15, ал ортасы бізде X. Енді еске түсірейік, пиді табу үшін А жиынына қосамын Б жиынын, одан азайтамын А қиылысу Б-ны. Демек бізде пиіміз 35-ке тең, 25-ке қосамын 15-ті, одан азайтамын X-ті. Сонда 35 тең болады 40 минус X-ке. Енді бұл жерде X-ті табатын болсақ, 40-тан азайтамыз 35-ті, сонда X тең болады екен 5. Демек екі жиынға екі тілді білетін оқушылардың саны бізде 5-ке тең екен. Келесі. Кубтың өлшемі 10 метрге тең, егер оны 1000 кішкентай кубтарға бөліп, одан мұнара соқса, сонда сол мұнараның толық бетінің ауданын тап дейді. Мынау бізде куб көрдіңіздер ме? Демек бұның ұзындығы, мына жерде ұзындығы 10 метрге тең. Демек одан 1000 кішкентай куб шығу үшін осы 10 метрді 10 бөлікке бөлу керек та. Яғни былай қарап, мінекей 10 бөлікке былай қарап бөлу керек. 10 бөлікке былай қарап бөлу керек. Осылай бөліп шығу керек. Санап шығаршы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 бөлікке бөлсем, онда 10 кішкентай куб пайда болады да. Ал 10-ның кубы деген сөз ол шынымен де 1000 кішкентай куб. Сонда 10 метрді 10 бөлікке бөлсек, каждый метрі бізде 1-1 метрден. Енді осындай бір үлкен мұнара құрастыратын болсам, 1000 кубты 1-1-дің үстіне қойып, сонда оның биіктігі менде 1000 метр болады екен ғой. Сәйкесінше табаны 1 метр, ал ені де 1 метр болып қала береді. Табанның ұзындығы 1 метр, ені де 1 метр. Енді осы есепте қандай жұмыс атқарамыз? Толық бетінің ауданын тап дейді. Демек бұл тік бұрышты параллелепипед. Демек тік бұрышты параллелепипедтің толық бетінің ауданын табуы 2 көбейтілген А көбейту Б плюс А көбейту С плюс Б көбейту С деген формуламен табылады. Енді қараңыздар, мұндағы бізде А дегеніміз 1-ге тең, 1 метр. Б дегеніміз ол да 1 метр болды. С дегеніміз биіктігіміз бізде 1000 метр болды. Сонда бұл берілген мұнараның толық бетінің ауданын табу үшін формулаға саламыз. Сонда S тең 2 көбейтілген 1 көбейту 1 плюс 1 көбейтілген 1000 плюс 1 көбейтілген 1000. Тең болады 2 көбейту 1 плюс 1000 плюс 1000. Мінекей бәрін көбейттік. Сонда бізде 2 көбейтілген қанша болады екен? 2001. Ал енді 2001-ді 2-ге көбейтіп жіберсек, 4000 қанша болады екен? 2. 4002 метр квадрат болады екен. Мұнараның толық бетінің ауданы. Демек, мінекей құрметті оқушылар, бүгін сіздерге жалпы Наурыз ОБТ-сында келіп жатқан математикалық сауаттылықтан осындай есептер. Осы есептерді алдағы уақытта қолдана отырып, өздеріңіздің ойларыңыздағы ұпайларыңызды жинап шығыңыздар. Сау болыңыздар.